Бүгінгі сабақ вообще топ өтті ғой. Я мұғалімнің түсіндіргені прям жиза болды. Кеше берген тапсырма изи екен. Қазіргі таңда жастар тілінде сленг сөздер өте жиі қолданылады. Әсіресе мектеп оқушылары күнделікті сөйлесуде қысқа әрі жеңіл сөздерді пайдалануға бейім. Әлеуметтік желілерде жаңа сөздер өте тез таралады екен. Кринж, вайб, рофл, хайп бәрі мұнан үйренеміз ғой. Қызық қой. Әлеуметтік желілер жаңа сленг сөздердің тез таралуына үлкен әсер етеді. Сабақ қалай өтті? Вообще норм өтті. Қазақша айтшы? Сабақ жақсы өтті. Дұрыс. Кей жағдайда сленг сөздер әдеби тілдің орнын алмастыра бастайды. Бұл оқушылардың сөйлеу мәдениетіне әсер етуі мүмкін. Шәкелем деп жаза саламыз. Кейде сөздерді толық жазбаймыз. Қысқарған сөздер мен чаттағы жазу үлгілері оқушылардың жазу сауаттылығына да әсер етеді. Кейде сөздер толық жазылмай, әдеби тіл нормасы сақталмай жатады. Әдеби тіл ұлттың байлығы. Әдемі әрі сауатты сөйлеу адамның мәдениетін, білімін және тілге деген құрметін көрсетеді. Жақсы айтыңдар, тіліздің ұлттық құндылығымыз, оны бірге қорғайық әрі дамытайық. Рахмет, апа. Бірге дамытайық. Дұрыс, ал бастайық. Қазақ тілі біздің байлығымыз. Біз оны сақтаймыз. Қазіргі заманмен бірге өзгеру маңызды. Бірақ туған тіліміздің байлығы мен көркемдігін сақтауды ұмытпауымыз керек. Сленгті орынды қолданып, әдеби тілді құрметтейік. Сленгті қолданбау керек. Әдеби тіл ұлттық құндылығымыз. Әдеби тіл сөз байлығын арттырады. Сондықтан таңдау өз қолымызда. Әдеби тілді қолдаймыз. Сленг пе, әдеби тіл ме? Таңдау өз қолымызда.